Сенің әйелің тұрмыста бақытсыз өмірі быч болып жатқанын қалай білуге болады білесіңдер ме? Мен психосоматолог регрессолог ретінде айтамын, қазір өкінішке орай көп әйелдер өзін сезім жеткізе алмайды, айта алмайды. Бірақ оның денсаулығы, оның денесіндегі ақаулар менде проблема бар деп айтады. Мысалы, сен еркексің да, сен білгің келеді әйеліңде не проблема болып жатқанын. Ертектен бүкіл проблема төмен, миома, киста, тағы басқа сенің әйеліңде ондай болып жатса, значит іштей өзін қабылдамай жатыр. Значит іштей саған деген бір обида, реніш бар. Соны айта алмағансың, әйелдің денесіне проблема болады. Егер сенің әйелінде почкамен проблема болатын болса, үнемі почкасы ауырады, особенно оң жақ дергать етеді, немесе ішінде камень бар, тағы да песок бар деген сияқты. Ол чувство несправедливости. Өйткені ол күн мен түн мен артынан сені тазалайды, тамақ жасап береді, бәрін істейді, а сен оған тіпті бір не только гүл, бір жылы сөз сөйлеуге кедейсің да. Егер сенің әйеліңде мына щитовидкамен гормональный сбой болатын болса, это означает, что ол үнемі басқа әйелдермен өзін салыстырады. Ана әйелдер айфон алып береді, ана әйел шетелге шығады, квартира алып береді, а сен әлі даже не только квартира материальный былай тұрсын, сен просто өзінің сөзіңе кедейсің да, сен жақсы сөз сөйлей алмайсың. Ол әйелде неге циклдар тоқтап қалады, неге месячный болезненно келеді, неге жатып қалады әйелің? Просто сұрашы, потому что ол обида деген саған бар да, сол себептен ода болады. Сенің әйеліңде неге бел ауырады, хотя жасы 20-да, 30-да, 40-та, негізі жас адамдарда бел ауырмау керек. Потому что она созависимая. Сенен ақша сұрауға қорқады, сенен өзінің бір ішкі грубо айтқан кезде тұрсыйын алуға ұялады да. Өткенде сен қазір отчет етесің, сен қайда жараттың, қайда кеттің, қайда Каспин переводтарын тексеріп отырасың. Настолько мелочныйсың да, что әйел адам уже созависим болғасын, ақшадан қатты қысылғасын, оның бел ауырады. Поэтому осы признактардың бәрі говорит о том, что женщина несчастная в браке, что надо с ней ухаживать, любить, заботиться. Сол кезде бұның аурулары просто дұрыс отношениямен кетіп қалуы мүмкін.